Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Құдай адамға көп тыңдасын деп екі құлақ, аз сөйлесін деп бір ауыз берді. Қонақ пен балықтың 3 күннен кейін есі шыға бастайды. Адам тым болмаса әуесқойлық үшін өмір сүру қажет. Алыстан барлық адам жаман емес. Егер әйелдер аз сөйлесе, еркектер көп нәрсе тындырар еді. Жақсы сөйлегеннен үндемей қалу қиын. Әлем адамның көптігінен емес, жоқтығынан құриды. Шаруаның жоқтығы ұлы істерге жетелейді. Адамның жасы келген сайын нашар көре бастайды, алайда кең ауқымда көреді. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. Текенің алдыңғы жағынан, аттың артқы жағынан, ақымақтың жан жағынан қорқу керек. Баласы жоқ адамдар балаларды жақсы тәрбиелейді. Қорыққаннан өлгенше, күлкіден өлген артық. Шашыңызға ақ түссе, даналықтың емес, қартайғаныңыздың белгісі. Біреуге қызғанышпен қарау, өзіңді ол адамнан төмен санау. Кейде ең үлкен даналық үнсіз болып қалу. Ақша санағанды жақсы көреді. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды болады. Кәрі адамның көруі нашарлағанмен, көңілі кемелдене түседі. Досым бар деп сырыңды ақтарудан сақ бол, себебі досыңның да досы бар. Біреуден құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Әркім өз деңгейінде сынайды. Сізді жақсы көретін ортаға анда-санда барыңыз. Сіздің келгеніңізге қуана қоймаған жерге ешқашан аяқ баспаңыз. Қайғы келмейінше жақсылық бағаланбайды. Бәріне жақсылық істеген адам ешкімнен алғыс ала алмайды. Өзгелердің қателігінен сабақ ал. Нағыз бай адам қолындағы барына шүкіршілік етеді. Саған тек қана қайғысын айтып, ал қуанышын жасыратын адамға ешқашан сенбе. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді күтпейді. Уәдені оңай беретін адамға сенбе. Айналаңыздағыларды мойныңызға отырғызғыңыз келмесе, қатты еңкеймеңіз. Бергеніңізді еске алмаңыз, ал алғаныңызды ұмытпаңыз. Өтірікшіге берілген ең үлкен жаза, оның шын сөзіне де ешкімнің сенбеуі. Күні бойы іссіз жүргеннен ауыр іс жоқ. Шындықпен дүниені бағындырған ешкім жоқ. Еш нәрсе білмейтінін білген кісі, білімдінің білімдісі. Білмеймін деген, білемін деген кісіден көп біледі. Тәтті болсаңыз, сізді жеп қояды, ащы болсаңыз, түкіріп тастайды. Адам тым болмаса, әуесқойлық үшін өмір сүруі қажет. Білім көп жеріңізді алмайды. Махаббат қандай тәтті болса да, одан компот қайната алмайсың. Ата-аналар балаларын сөйлетіп үйретсе, балалары сөйлемеуге үйретеді. Міне оқырмандар, еврей ұлтының өзіне тән ерекшелігімен алғырлығы біраз жылдан бері таң қалдырып келгені рас. Ендеше құрметтім, сіздерге дайындаған бүгінгі материалым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.